Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін әдебиеттік оқу 3-ші сынып 65-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы хан Абылай балалар. Балалар, бізге берілген тапсырма хан Абылай. Кейіпкерлерді сипаттайсың және шығармадағы оқиғаның дамуын болжайсың. Бірінші, суретке зер сал. Хан қолбасшы батыр. Суретте кімдер бейнеленген? Олардың қазақ батырлары екен неден аңғардың? Суреттегі Ақбозат атқа мінген батырды кімдер едің? Қазақ батырлары неліктен атқа қонды деп ойлайсың? Балалар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Әдебиеттік тану және де математика, қазақ тілі сабақтарының барлық жауаптары менің каналымда сіздерге арнайлап салып қойған болатынмын. Сіздер менің каналыма тіркеліп жауаптарды бірінші болып көре аласыздар. Ендеше бірінші тапсырманың жауабын айтайын сіздерге. Қазақ батырлары өйткені үстеріне темірден киім киген. Қолдарында қылыш. Ақбозат атқа мінген батырды бөгенбай дер едім. Қазақ батырлары елін, жерін қорғау үшін атқа мінді. Балалар, қазақ батырлары осы бізді, елді қорғаймыз деп қаншама соғыстарға барып жатыр, еліміз үшін, жеріміз үшін деп. Бізде қазіргі таңда бізде де бар отан қорғаймыз деген жандар әскери бөлімшеге барып бізді отанды қорғаймыз деп өз міндеттерін, борыштарын атқарып келіп жатыр. Ал ендеше балалар, бізге берілген келесі екінші тапсырманы қарайық. Екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Хан Абылай атандың. Алтын тақтың үстінде 300-нің басын құрадың. Жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбедей үйілді. Басыңа біткен күніңіз құтты болсын ұлыңыз. Хан Абылай атандың, арманың бар ма, хан ием? Бұқар жырау. Бұқар жырау Абылай ханның тұсында өмір сүрген жырау екен балалар. Балалар, бұл екінші тапсырманы өздеріңіздің түсініктеріңізбен түсініп, хан Абылай жайлы оқып шығасыздар. Бұл сіздерге берілген өлең. Осыны оқып шығып, өздеріңіздің түсінгендеріңізді абайларыңызға түсінік ретінде айтып беретін боласыздар. Ал келесі үшінші тапсырма кестемен жұмыс. Өлең жолдары. Өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбедей үйілді. Осы жолдар бойынша қандай суреттер салар едің? Жиналған батырларға Абылай хан не айтты деп ойлайсың? Қасиетті жер үшін, халқым менен ел үшін. Ұлымыз құл болмасын деп, басымызды бәйгеге тіктік. Ал жігіттер отан үшін жан пида. Балалар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі, әдебиеттік тану және де онымен қатар математиканың барлық жауаптарын сіздерге арнап салып қойған болатынмын. Менің каналыма тіркеліп, сабақтардың жауаптарын қарап, көріп, жазып аласыздар балалар. Енді балалар, бізге берілген келесі 4-ші тапсырманы қарайық. Бұқар жыраудың айтқанына сүйеніп, Абылай ханды сипатта делінген. Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі Абылай хан. Арғы тегі Ақ орданың негізін қалаған. Орда Ежен ханнан бастау алады. Абылай онымен қоса Ұрыс хан, Барақ хан, Аз Жәнібек хан сияқты билеушілердің тікелей ұрпағы. Абылай хан қазақ тарихындағы бірегей тұлға. Кенесары ханның атасы. Абылайдың 20 жасы 1733 жылға сәйкес келсе, дәл сол жылы қазақ пен қалмақ арасында үлкен майданда болған екен. Абылай хан біздің отан қорғаған ханымыз,
бізді қорғаған ханымыз үлкен майданда болған. Ал енді 5-ші тапсырма, өлеңді жаттап ал. Мына анықтамалардың мағынасын ашатындай мәтін құрастырыңдар. Абылай батыр, Абылай хан, Абылай қолбасшы. Балалар, енді бұл тапсырманы өздеріңіз жазасыздар. Осымен біздің сабақ аяқталды. Менімен бірге болып соңына дейін қарағандарыңызға балалар көп рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше балалар.